Мен ференджоп бойынша барамын. Енді не істейін дейтін болсаңыз, алдымен біздің агентствомен барсаңыз, біз сізге толықтай көмектесеміз. Жалпы студенттерге қажетті документтер, олар ең бастысы студент болу керек, университетте оқу керек, бітіретін курс болмау керек, 18 жастан асқан болу керек. Осы жерде айта кетейін, 18 жасқа визаға тапсыратынға дейін толса болды. Яғни мен октябрьда толамын, сентябрьда толамын, бола десе болады. Главный майда, не болмасам апрель, март кезінде 18 жаста болсаңыз жеткілікті. Университет H+ деңгейде болу керек. Не болмасам H+ минус. Егер H+ да ондай деңгейде болмаса, яғни Германияда Анабин деген сайтында тіркелмеген болса, өкінішке орай сізге job offer шықпайды. Ағылшын кемі B1, не болмасам B2, ал неміс тілі A2, B1 кем деңгейінде дегенде болу керек, чтобы жақсы жұмыстарды істеу үшін. Сонымен қоса жауапкершілікті өзіне алатын балдар болу керек. Мен сондай жігіттермен, сондай қыздармен жұмыс жасағанды қалаймын. Жауапкершілікті өзіне алатын, қиыншылық болып қалса мама папасына жылап тұрмайтын, өйткені кез келген жерде қиыншылық болады. Өйткені жаңа орта, жаңа стресс, жаңа қоршаған әлем, мынау былай айтқанда и культурный шоктар да болады. Оның барлығын звондап, мама мындай болды, мама бұндай болды, мынандай болып қапты деп жылайтын балдарды өкінішке орай көрдім, жігіттер көрдім. И одан кейін ондай жігіттермен мен басында бір собеседование өткізіп аламын. Ондай болмаса мен ары қарай жұмыс жасамайтын болдым.